Ассалаумағалейкум, алдарыңызда кезекті қорап ашу. Бүгін бейне шолу. Тура осындай жасыл желек алдымызда болашақ келіп жатыр. Көктемге арналған осындай зат, осындай тура осы суреттегідей мангал. Осыған тоқталатын боламыз. Осындай мангал келген. Бұл мангал жаңағыдай барбекю жасайтын мангалдың қатары. АВД біраз қойыпты. Төбесінде осындай жаңағы термометр, яғни температураның ыстықтығын көрсететін жаңағы құрылғысы бар. Аяқтарымен, одан кейін екі аяғы бар, екі тірегіші бар. Астында осы арнайы жаңағы осындай кружка сықылды бір зат. Бұл жаңағы майлар ағады, басқа болады. Бұл жалпы айтқан кезде бұл мангалдың ерекшелігі, бұны әбден көріп шыққам. 2 түрлі тамақ жасайтын, одан кейін 5 түрлі тамақ жасайтын, одан кейін 15 түрлі тамақ жасайтын мангалдар бөлінеді. Бұл 15 түрлі тамақ жасайтын мангалдың қатары. Төбесінде осындай воздушный заслонкасы бар. Бұл ауаның сорылуы мәселесі, яғни іште давление жиналады ғой, соған жауап беретін тетікшесі. Осындай тор сеткалардан құралған. Әуелгі жоғарыда бір қатар, одан кейін кейінгі, одан кейін астыңғы деңгейінде және де бір тор сеткалардың қатары бар екен. Формасы кәдімгі НЛО дейді ғой, кәдімгі не поздно летающий объект ма, тура сондай ұқсайды. Жалпы осындай ұстағыштары бар, арқасында жаңағы тірегіші бар, жаңа айта кеттім ғой. Формасы едәуір қатты бір үлкен емес, орташа болып келген. Бұның 3 түрлісін бар негізі сайт бойынша. Кішісі бар, аяқсызы бар, аяқпен бар осы. Одан кейін барып құр ғана мангалдың өзі ғана түрі бар. Оларға тоқталамыз әлі. Алда не тамақ жасаса болады деп неғып сұрақ қойсаңыз, әуелгіде осындай жаңағыдай шашлыктер, я болмаса жаңағы кішігірім котлеттер жасаса болады. Екіншісі осындай жаңағыдай шпажкалар, барбекюдің өзі жаңағы сосискалар дейді ғой, сондайлар, стейктер жасасаңыз болады. Одан кейін мынандай жазып қойыппын ғой, осындай тамақ істегің келе ме деп, тауық запеченный, бұқтырылған. Одан кейін бұл мангалдардың қатары мынандай чемодан мангал, НЛО мангал, қазан мангал деп өзім атақ қойған. Жалпы бұны түсіріп отқан мәселе, бұл онлайн магазиндерде мына 33.988, яғни 34.000 теңге деп тұрыпты. Қазір мен сізге көрсетейін сайттағы бағасын. Жайлап Pinduoduo сайтына кіреміз, осыған ұқсас баламаларын көреміз. Тура жаңағы онлайн сайтта аяғы жоқ, тек қана құр мангалдың өзін 34 мың деп отыр. Мынау жартылай аяғымен 146 юань, яғни бұл 10 мың теңге. Доставкасымен ары кеткенде 14 мың 15 мыңға шығады. Одан кейін бұның баламаларға шығып кетті. Мен өзім қазір алдырған сайттарымыз іздеп жатырмыз жобасы. Осы жаңа сатылатын мангалдың сайтын. Осылай синонимдер шыға береді. Міне қалай істелетін характеристикалар, жобалар бәрі көрсетеді. Мінекей жаңа таптық. Астында бағасына мұқият көңіл береміз. Мына әуелгісі 5-15 тамақ істей алатын. Бұл 299 деген бұл жалпы бағасы, бұған скидкасы бар, яғни жеңілдігі бар, қарастырылған. Бұның нағыз бағасы 249. Каспий жалпы егер бұны карточкаңыз тіркеген болсаңыз, Каспийдің услугасы болса, сізге 250-ге түседі. Бұл деген сөз ары кеткенде 17,5 мың, 50 мың где-то 22-ге түседі жобасы. Одан кейін екіншісі мынаусы аяғымен, бұл енді үшеулік да бұл, ана төртеулік еді ғой. Бұл да 8 тамақ жасай алатын баламасы. Бұның бағасы 10 мың теңге. Мынау, бұның да аяғы бар. Бірақ жаңағыдай Каспийден де мықты, онлайн жаңағы жалпы онлайн неден мықты. Бұның бағасы тіпті 60 юань. Бұл деген сөз 4200, доставкасына ары кеткенде 3 мың шығады, 7 мың теңге түседі. Сол онлайн магазиндерде тұрған 34 мың деп тұрған дүниені 7 мыңға Қытай сайтынан осы жаңағы Pinduoduoдан алуға болады, жалпы айтқан кезде. Бұл келумен айтылған баға. Арнайы адамдар көрсін деп, көз жеткізсін деп қазір мына сайттағы нені түсіріп көрсетіп тұрған түрім. Міне 3 түрлі баламасы бар, 3 түрлі мангал барбекю жасайтын көрсетіп қойдым арнайы. Жалпы бейне қызық болса, бейнені соңынан көрейік. Осы Pinduoduo бойынша сабақтар онлайн болсын, офлайн болсын, барлығын үйретеміз. Ақылы. Осы видеоның, яғни бейненің ақырына комментарияға жазыңыздар. Дәл осындай мангал жаңа алдырғанбыз. Одан кейін бар, кері байланысты бар. Трек алу мәселесін, яғни логистикадан, карголардан, сенімді карголардан трек алу мәселесін де жаңа қарастырамыз. Ол жағада қарастырылған. Бейне қызық болса, ақпарат маңызды болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетеміз.